Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бірінші жасағаннан өте керемет болып шығатын восточный пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, ұн, жұмыртқа, қопсытқыш және де қант ұнтағы қажет. Барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ыдысқа бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнды бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ әдемі қамыр шықты. Енді қамырымызды екіге бөліп алып, формамызға саламыз. Әдемілеп қолмен жайып шығатын боламыз. Қамырды тоңазытқышқа салмай, жұмыс жасай беруге болады. Астыңғы бөлігін салып шықтық. Енді қалған қамырымызды алып, шеттеріне бөліп салып шығатын боламыз. Қамырымыз да дайын болды. Енді түзу, тегіс, әдемі болып шығу үшін біз барлығын осылай шаңшығының көмегімен шеттерін басып шығатын боламыз. Қатты қалың болмағаны жақсы. Содан кейін түзу болу үшін үстінен басып шығатын боламыз. Енді салмасына арахис, мейіз, грек жаңғағы, сгущенка қажет. Салмасына бірінші арахисімізді салып аламыз. Бүтіндері болса, екіге ажыратып саламыз. Арахисімізді салып болдық. Енді мейізімізді салатын боламыз. Мейізді салмастан бұрын жақсылап жуып 10-15 минут кептіріп алып салған дұрыс. Енді грек жаңғағын салатын боламыз. Грек жаңғағын аларда осындай бүтіндерін алған дұрыс. Әдемі көрінеді. Пирогты жасамас бұрын жарты сағат алдында жуып 10-15 минут кептіріп алып салған дұрыс. Барлығын салып болдық. Енді сгущенкамызды құятын боламыз. Бұл жерде ең маңыздысы осы сгущенкамыздың орны ерекше. Сгущенкаларымыз сапалы болмаса, пирогтарымыз жақсы шықпайды. Сгущенкаларыңыз бір жерге көп құйылып кеткен болса, осылай кішкене шайқап жіберіңіздер. Сол кезде өз қалпына келетін болады. Пирогымыз да дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз.
Міне пирогымыз да пісті. Бірден пирогымызды ыдыстан ыстық күйінде мүлдем алмаңыздар. Толықтай суытуға кеңес беремін. Толықтай 1-2 сағаттай суытсаңыз керемет болады. Өйткені ортасындағы қамыры, салмасы қатуы қажет. Міне пирогымызды кесіп көрдім. Мен толықтай 2 сағаттай суытып, бірақ кестім. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.